18 ғасырда Қазақстанның батыс өңірінде Есенгелді атты кісі тұрмыс кешеді. Ол жеті атасынан бері бай, мал жаны мыңғырған адам болса керек. Нағыз шынжырбалақ, шұбар төс, дәулетті адам екен. Болыс болып елде билейді. Оның тоқалынан Бекей есімді ұлы болыпты. Бекей орысша сауаты өте жоғары, көзі ашық жігіт екен. Байдың бәйбішеден туған ұлдары Бекейдің ел ішіндегі беделін көре алмай, әкесін ұлына айдап салады. Оған: балаңыз атадан қалған дәулетті бей-берекет шашып жүр, ел жұртқа абыройсыз қылып бітті, деп жамандайды. Оларға иланып қалған Есенгелді: олай болса, маған қандай ақыл бересіңдер, деп сұрайды. Ойбай әке, ондай баланың барынан жоғы, тез құтылғаныңыз жөн, деп азғырады ұлдары. Зұлымдардың тіліне ерген бай Бекейді мерт қылады. Бұл оқиға кейін барлық жерге әшкере болады. Байдың келіні өте есті жан екен. Әкесінің өз ұлының түбіне жеткендігін дәлелдеп, қазы билердің алдына жүгінеді. Бай баласының өлтіргенін мойындап өкінеді. Даудың соңы құнға кеп тірелгенде өжет әйел: еріме құт болмаған дәулет маған бақыт бермейді. Бір ғана тілегім бар. Қайын атамның жеті атасынан бері келе жатқан құндыз жағалы тоны төрінде ілініп тұр. Соны бір аттап өтем, басқа талабым жоқ, депті. Келіннің өтініші орындалады. Көп ұзамай Есенгелді бір жұтта 4 түлік малынан тегіс айырылып, таяқ ұстап қалады. Киелі киімі аяққа тапталғандықтан байдың бағы тайыпты. Ақыры Есенгелді жоқшылықта қайыр сұрап жүріп өлген екен. Осы жағдай киімнің де құты болатындығын, оны басқанда киесі кетіп, шаңырақтан бақтың ұшатындығын көрсетеді. Сондықтан ер адамның киімін баспа, киімінен аттама деген ырым қалған екен.